Ұстаз өзіне айтылғанын бәрін есінде сақтайтын, ешқашан ұмытпайтын, алғыр да аңғарынбас ақыл иесі. Бұл мамандық иесі шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл болу керек. Альфия Серікқалиевна, ұстаздық еттен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Неліктен осы мамандықты таңдадыңыз? Адам өмірде екі нәрсе таңдауда қателеспеу керек. Біріншісі ол мамандық таңдауда, екіншісі жар таңдауда. Мұғалімдік мамандықты мен жүрегіммен қаладым. Яғни бала кезімнен бастап мұғалім болуды армандадым. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Адам баласына ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан менің өмірлік ұстанымым тәрбиелі, жан-жақты, ізденімпаз, шығармашыл және де өзің сияқты білімді ұрпақ тәрбиелеу. Өмірдің өзі де ұстаз. Осынау ұстаз сөзінің астарында мыңдаған білім мен ғылым, махаббат пен сүйіспеншілік жатқанын байқай бермейміз. Ұстаз болу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Шәкірт тәрбиелеу, оны биікке жетелеу, қанаттандыру, жаны мен тәнін, болмысы мен барын беру тек ұстаздың қолынан келетін асыл қасиеттер. Әрбір көзі ашық адам сауатын ашу үшін ең бірінші ұстазға жүгінеді. Ал ұстаздың міндеті ештеңеден хабары жоқ шәкірттен тұлға дайындау. 1000 ғасыр өтсе де ұстаздың аты және ұстаз деген ұғым өлген жоқ. Өйткені қай дәуір болмасын, ол қоғамға ұстаздың еңбегі керек ақ. Ұстаздың еңбегін ұлы ететін өзі емес шәкірті. Білім нәрімен сусындатып, үйретуден талмаған ұстаздың сан жылдар бойғы еңбегінің жемісі аяулы да білімді шәкірті. Бәйгеден оза шауып, 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік келген шәкірті үшін ұстаздың қуанышы ерекше сезім. Ұстаз деген қазақтың кең даласы, ілім деген ең байлықтың панасы, бар байлығын ұрпағы үшін сарп еткен деген оймен кем болмасын баласы. Ұстазға жан бар мекен бас емейтін, ұстаз емші сауатсыздықтан емдейтін, білім жолда тер төккен барша ұстаздар ғұмырлы боп шаттықта өмір сүрейік.